Ильяс Жансүгіров қазақтың құлагері. Қара сөзден қанат оздырып, ұлт рухын жырмен оздырған, дала даусын дүние жүзіне жеткізген дара тұлға. Құлагер поэмасын ақын Ақан Сері мен оның құлагер атты тұлпарының қасіретті тағдырына сүйене отырып жазды. Поэмада Сағынайдың асы кең көлемде сипатталады. Бұл ас қазақ даласындағы үлкен той, ат бәйгесінің нағыз дүбірі. Әр рудан келген жүйріктер, халықтың толқыны, дүбірлі сахна, бәрі де аса шеберлікпен берілген. Осы бәйгеде құлагердің алдына ат салмайтыны белгілі болады. Бірақ дәл осы жерде күншілдік пен көре алмаушылық басталады. Құлагердің озып келе жатқанын көрген бақталастары қастандық жасап, жүйрікті жолда өлтіреді. Бұл сәт поэманың ең ауыр, ең трагедиялық тұсы. Жүйріктің өлімі тек бір аттың қазасы емес, әділдіктің жеңілуі, тазалықтың тапталуы ретінде көрсетіледі. Ақан Серінің қайғысы бүкіл халықтың қайғысы секілді суреттеледі. Құлагердің өлімінен кейін Ақан Серінің зарлы жоқтауы басталады. Ол әділетсіз қоғамды, тас бауыр адамдарды, тағдырдың қаталдығын қозғайды. Бұл жоқтау поэманың идеялық өзегі. Ақын Ақан Сері арқылы еркін ойлы, өнерлі адамның қоғаммен қақтығысын көрсетеді. Ақан дарынды, сері мінезді, бірақ заманына сыймаған тұлға. Поэма тілі өте бай, бейнелі, музыкалық ырғаққа толы. Ат шабысын, даланың тынысын, халықтың көңіл күйін Ильяс Жансүгіров аса шеберлікпен жеткізеді. Табиғат пен адам тағдыры қатар өріледі. Құлагердің бейнесі арқылы ақын қазақ рухының биіктігін танытады. Құлагер поэмасы қасіретке толы болса да рухты шығарма, әділдікті, тазалықты, өнер мен еркіндікті насихаттайтын қазақ әдебиетінің алтын қазынасы атанған поэманы оқуға шақырамын.